Күн, құрметті менің оқырмандарым, осылай арнама қош келіп жатсыздар. Енді Айгүлдің образы өте керемет қой. Жалпы екі баланың анасы деп айта алмайсыз бұл жерде. Фигурасы да мықты, өзі де өзін жақсы күтеді. Күйеуге шыққан қыздар сияқты болып көрінеді. Оның қасында екі баласы бар, бір баласы бар. Асып та жүрген әйел адамдарымыз бар ғой. Негізі жалпы әйел адам ең бірінші өзін күту керек қой. Біздер кейбір адамдар бар енді, әрине өзімізге қарамаймыз, бала шаға деп кетеміз ғой. Айгүл өзін күтетін көрініп тұр. Өйткені оның бет әлпеті де жас көрінеді, терісі де жас көрінеді. Енді осындай фигура, осындай әдемілік бәрімізге бұйырсын деп ойлайық. Айгүлге жалпы жақсы адам табылсын деп тілеймін. Негізі понятиясы бар қыз ғой, былай қарап тұрсаң. Өз-өзін ұстауы, сабырлығы, ақылдығы, ортада қалай жүріп тұруы, сөйлеуі де өзіне прям жарасады. Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Сіздерге бір жақсы жаңалық болып тұр. Егер де ақшадан қысылып жүрген болсаңыздар, қарыздар шашатып жүрген болса, онда бір сіздерге жақсы бір ұсынысым болып тұр. Бір жақын досым бар өзімнің, ол кісі үйде отырып табыс табуды үйретеді. Және де 20-25 мың салсаңыздар, сізге 2-3 сағатта 200-300 мыңдай шығарып беруге көмектеседі. Соның бәрін, жолдарын бәрін үйретеді. Қазір мұнда даже каспи реквизиттар да тұр. Және де осы бір WhatsApp ссылкаға кіріп, хабарласып, сол жақтан толық ақпарат алсаңыздар болады. Ал сәттілік достар. Осы құрметті оқырмандарым, сіздер білесіздер ғой. Қосылайықтың барлық мүшелері, Эльмира ханымнан бастап, Гүлжан, Заринаны білмеймін, ал тағы кім бар? Айгүл бар сияқты. Сол пинку деген ойынды ойнайды ғой, ақбота бар мысалы да. Сол пинку деген ойыннан бұлар ақша ұтады екен. Көрген бұларсыздар рекламаларынан да, статустарынан өте шығарып жатады ғой. Пинку ойыннан бана күнделікті живой ақша шығарып отырады. Сол ойын шын ба, өтірік па, кім ойнап көрді, бір бөлісіп кетсеңіздер, комментария жазып. Біздің қатысушымыз Айгүл енді жаңа өмірге келді. Өздеріңіз білгенде Алмас деген Айгүлге тек баға жам кетсін деп тілейміз ғой. Енді жалпы оқырмандарым өздеріңіз көргендей негізі жақсы жұп шығады деп ойлаймын. Айгүлге сондай мықты адам керек қой негізі. Асыл жан енді қолда барын қадірін білмеді ғой. Дұрыс қой, енді олар бар шықпады, бұлардан жұп шықпады. Айгүлге физически, ментально сондай мықты адам керек. Сонда қазір не, соны айтыңыз, жарайды, иә, ал шынымен жарайды, тұрып жатырмыз. Мен сонда иә деуім керек пе енді келіп қазір сізге? Сіздің ойыңызша? Түсінбедім мен. Жанна жоқ болса, онда неге бірге тұрып жатсыз? Тұрып жатқан жоқпыз ғой, ол нәрсені неге олай айтып жатсыз? Мен сол нәрсені түсінбей жатырмын ғой. Сол нәрсені түсінбей жатырмын. Бірақ артыңызды ойламай қалдыңыз. Мен ерегіскен жоқпын. Мен жоқ деп өзімнің өмірде мен жоқ шынайы жауап. Мен жоқ деген бұл кісіге. Сонда қазір не, соны айтыңыз, жарайды, иә. Осы жерге жайғасыңыздар. Бітпейтін әңгіме. Бағдарлама бастал. Көп жерде қателестім. Дұрыс емес те жасаған жерлерім бар. Ол үшін бүкіл қазақ елінен кешірім сұраймын, басымды иіп. Енді балалық деп те айта алмайсың, бір шалалығымыз болған шығар. Өмірге деген көзқарасымыздың бір дұрыс емес істеу болған жер шығар. Сол себепті айтқым келеді, енді бүкіл нәрсе артта қалды. Қазір просто андай ғой, иә, мен жоба не дейді, сонымен келісесің ғой. Жалпы просто мынандай да, бұл жақтан шығып кеткеннен кейінгі өміріңде де ойланасың да шы. Жарайды, мен жұмыс қылып кетемін. Сол темпте қалып кететін сияқтым просто шы. Сол өмірде қалып кететін сияқтымын. Сол бір қорқынышым бар болса, сол жалпы. Жұмысқа кіріп кетсем, мен қыз таба алмай қалдым деп па? Сол өмір, солмен қалып кететін сияқты болып тұр. Әлде не Айгүл, не Жаннасыз қалдым деп па? Жоқ. Әңгіме, неге маған айтасың, қыз басыма соны есту маған приятно ма? Ондай әңгіме болған жоқ. Сұра болғанның өзінде де біз ер азаматпыз, ода тұрған ештеңе жоқ. Бірімізден ауысамыз. Ода жоқ кезде менде жоқ кезде ол. Ондай нәрсе намыс бар, не бар. Тем более өз жоқ. Ондай нәрсе қозғалған ұнатпаймын. Ондай нәрсе болған жоқ. Жақсы, сіз бірақ онда Айсұлуға неге айттыңыз?
негізі кеше Айсұлу айтқан кезде былай айтты, жаңағы сенің қасыңдағы бірге жүрген қатысушыларың менен ақша сұрады дегенге келтіріп, соған ренжіп жаңағы мазақтады мені дегенге келтірді. Ринат, біз эфирден шыққаннан кейін Айсұлу киім ауыстыруға кетті ғой. Сыртта сөйлесіп тұрған кезде Айсұлу келіп қалды просто жанымызға қарай. Біз екеуміз ғана сөйлесіп тұрған, кім Ринат маған тамақтанып кішкене әңгімелесек, біраз болды көріспегелі деген сияқты айтып отырды да. Иә. Бірақ енді ер азаматпыз ғой, ондай әңгіме қозғалғанын қаламаймын эфирде. Жоқ, ол енді болған әңгіме не, болмаған әңгіме, әлде бұл өтірік айтылып отырған әңгіме ма? Түсінбей жатырмық қой. Жоқ, болған жоқ. Алмас, сен неге өтірік айтып отырсың қазір? Неге менің ақшама жауап беріп отырсың? Мен өзім білемін ғой, кімге беру керек, кімге бермеу керек. Мен өзім білемін. Мен кімге қарызға берем, кімге подарок етем. Одан кейін Бауырсахан біз кетіп қалғаннан кейін де сөйлестік қой. Сөз бермейді. Жазды WhatsApp-тан. Маған айтады, жаңағыдай ақшаны салып жіберейін дейді. Бүкіл болған осы кезге дейін жаратылған ақшаны салып жіберейін дейді. Ондай жігіттер емеспіз, болмайды. Маған айттым, ақшаң керек емес сен, кім сен ақша сұрап отыр? Кетті ма, кетті. Ода тұрған мен ештеңе міндетсінбеймін. Өтірік айтады. Эфирға келіп басқа адам, эфирдан шыққаннан кейін негізі ол ақшаға байланысты әңгіме, бересіз бе, бермейсіз бе, жігіттердің арасындағы әңгімеге біздің шаруамыз жоқ. Бірақ кеше Айсұлу сізде истерика болды. Сіз жыладыңыз осы жерде. Сәл түсінбей қалдық, неге жыладыңыз дегендей. Және сөйткенде сіз айттыңыз, мені кемсітті дегендей, сенің қасыңда отырған адамдарың менен ақша сұрады дегендей етіп айттыңыз. Өйткені ол оны не просто так қызға айтпайды ғой, значит, бір бәле ойында болып маған айтып отыр оны. А то негізі ұлдардың арасында болған әңгімені не үшін барып ойда болу керек қой, еркек ойлану керек қой, бұл Айсұлуға айтып, маған зачем? Қазір сен сол бұл жайды ойлап тұрсаң, сен қазір оны ортаға шығарып айтпайтын едің, понимаешь? Әңгіме неге маған? Құрметті оқырмандарым, қош келдіңіздер менің арнама. Қосылайықтың қатысушылар туралы енді ой пікірлеріңіз болса жаза кетіңіздер. Мына жерде енді Зарина мен өздеріңіз көрген. Бұл жерде Заринаның досы. Айтады ғой. Ол қызым бар деген сияқты. Почему-то мен оны олай көрмедім. Даже ол, мысалы, мен кейбір жігіттерден көремін, таныстықта болған аттарын атамай-ақ қояйын. Қасында тұратын просто өтіп жатқан қыздарға көз түсетін. А вот Гүлжанда ондай байқамаппын вообще. Оның қасынан даже сондай өзгешілік прям жалаңаштықтарын купальникпен өткізіп жатса да ол қарамайды екен ондайға. Айтады ғой. Мен ұждандай түрме үйреніп қалдым. Мен өзім даже боянғым келмейінше, ертең эфирге барсам, журналистер бояндырады. Қалай болады екен деп ойланып отырмын, боянғым келмейді уже. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн. Меккеден барша оқырмандарға, көрермендерге, көріп отырған жандарға жалынды сәлем. Ниеттеріңіз қабыл болсын, дұғаларын жазып жатқан жандардың барлықтарыңыздың дұғаларыңыз қабыл етсін. Алла тағала баршаңызға қалайсыңдар? В общем, бүгін бірінші рет осы Таиландқа келгелі кешкі сағат 5-ке ұйықтағансың ғой. Бізде сағат уже 5, біз 2 сағат алда жүреміз Қазақстанға қарағанда. И вот. В общем, тұрдық я наконец-то. Үйлер қап-қараңғы қылып саламыз ғой кәдімгідей. Андай женский аяқ сияқты жатыр ма? Женский. Ой. Вид енді болады енді. Сіздер білесіздер, Пинкода Son of Egypt 2 деген слот бар. И вот күнде обязательно біліп кіріп тұрасың, короче. А мен промокодымен сіздер 100 спин аласыздар, так что барлықтарыңызға сәттілік. Конечно. Ярасым мырза? Ярасым мырза? Тұрмайтын бедіңіз? Бір тұрып кішкене жуынып, шай ішіп деген сияқты. Ау, шай ішіп қойдың ба не уже? Жүр. Сен кресло қоймадың ғой, мен сіз тамақ ішкен.
ана жақта біреу отырып мында. Кішігірім снайпер болған жер екен бүйтіп қарап тұратын әркімнің терезесіне. Айтпақшы мына үйде түнде бір нәрселер болады екен да кеше байқап қалдым. Ол түнде есік жоқ көрсетемін. Мына жерде кешені балкондарын ашып қойып шоу ма білмеймін енді. Үшім өсек десе қалмаймыз ғой, короче. Ера, кеттік. Ера. Шықтық қалаға. Қайсың отырасың? Сен ана отыра бер, Ера. Мен ана отырам. Бүгіннен бастап біз осылай байта артта отыратын болдық, короче. Кішкене ыңғайсыздау екен. Бүгін Прадасың ғой, короче. Бітсе істейміз деді. Ақша бітіп жатыр. Мынау біздің соңғы наличкамыз. Міне. Сосын істейміз деймін да? Сосын жұмыс істейміз. Батыңха. Доставка ма? Доставка ма, или бір скутер алып таксовать етеміз. Охрана деген енді досы келмейді, ренжімей. Не істесек те келмейін деп тұр. Бір жестко тамақ ішіп алып, не істесек болады Таиландта, жазып жіберіңіздер. Там хуйня? Там хуйня дейді. Там хуйня деп қояды ғой. Чисто ну вообще sayсың ғой. Чисто ну, how much? Hello, ғой, короче. Базарға келсек, обязательно осы жерден бір смузи алатынымыз бар. Өйткені мына жерде ең күшті істейтін жер осы жер, Иә, дәмді. Сулифа істейміз, короче. Кім ұтып жатыр, сол любой бір жанды айтады, соны сол адам барып жейтін кел. Сулифа. Пожалуйста, жүр. Қазір Ерасылға скорпионның дәмін көрсетеміз. Біз адамдар жеп жүр ғой, жейтін болғаннан кейін сатып жатыр ғой. Please one. Ең дәуін аласың ғой, короче. Қалай болады екен бұл? Жейсей, адамдар жеп жүр, дос. Болсай? Алып сейз ал. Эбиден. Оны да жейді ғой, далбай деп жатыр. Бірінші рет жеп жатырмын өмірімде. Бір скорпионға шыдамадың ба? Бля, жестко досым шақын. Ар жаққа дейді. Су ішесің ба? Су ішесің ба? $100. Неге? Қиын ба екен? Пиздец дәмі жаман. Қойш, жетінде емес па? Күшекті дайын болға досына кезде. Ағамызды. Тағы сөйлепа. Ойнамап қоямыз ал. Тағы сөйлепа. Басқа нәрсе көре береміз ғой, новыйдан кел. Үстел тоңеш сөйлепа. Бір рет. Біріншіден кетіп қалатым да. Сөйлепа. Жүр скорпион. Ауырып, жүр. Жоқ, брат. Нандырсын, мен құсам ондай. Өзім қандай? Жоқ, нандырсын. Қош келдің бауырым. Мен шоу Нормально бауырым. Дәмі сияқты что-то. Hep бәрекелді. Пока тамақ ішіп алайық дедік, бірақ мына жерде маған Таиландта өте қатты ұнайтындардың бірі ол нау. Атын білмеймін. What's this name? Lobster. Lobster? Lobster, короче. Свинина грудки. Свинина грудка ғой. Мынау да свинина кость деген. Ема қара. Құрбақаның. Айыр жер. Ал келді. Қызар кетті бұл же. Ерасылдан бәрін тегіс істеп жатыр, по очередь бәрін жеп жатыр. Ал ас болсын. Ең дәмді тамақпен ішіп жатыр.
Карина ханым, сізбен танысқанымызға қанша уақыт болды уже? 7 жыл ма? Пиздец па? 7 жыл. Ерасыл? Бұрын сәби еді ғой, иә? Сүт еді, қазір кішігірім. Үлкен адам болып тұр ғой кәдімгідей, иә? Көз алдарында өстім ғой. Иә, әшейін өсесің ғой. жүрісі, сөйлегені, манерасы. Қандай? Девушка болып кеттің ма? Женщина? Здравствуйте дейтіндей болып кеттің ма? Вау деп қояды. Әдемі. Достар, айтуды ұмытып кеттім ғой, мысалы пин-кода. Мынаны бассаңыздар, астында на экран домой деген бар. Сохранитсеңіздер, міне уже мына жерде пин-код деп тұрады. Кіріп, сразу кіре берсеңіздер болады. А мен бірақ мақсат емес, что жүз принципе алғасы, так что барлықтарыңызға сәттілік. Төбелеске келдік. Қаншасында? 20? 60 төледік қойшы. 60 теңге төледік. Қазір мой той ма сондай бір нәрсе кірейін деп жатыр. Көрейік ал. Біз отырған жер 20 теңге тұрады. Еще мынандай хуйняда отырасың. Ал мына жақта отыру үшін 25 мың 30 теңге, но и то орын жоқ дейді, бірақ вроде бар сияқты. 22.500 теңге алдық мына жер. Мына жер 30 теңге. Ар жақ Саламатсыздар ма? қыздар. No. Окей. Әйтеуір заебал мына бар. Қазір қыздар шыққан деп жатыр, қыздардың төбелесі. Қаншада? 22-де. Қызылдағы? 15-те. Ма, нағыз 15-те екен. Қалай екен сол? Түсінбей жатырмын. 22-де. Мына жақта не бар, төбелесіп жатса? Мына жақта жылая музыка. Сіз істеп жатырсыз, сіз Бізде праздник қой сол. Что там? Молодец. Давай. Айттық қой, бөлдік қой досы. Ал жігіттер бастады. О, Абай кеп қалды, Абай. Доставка. О, доставка. Достар, дәл қазір сіздерге керемет нәрсе көрсеткім келіп тұр. Көбісі сайтты ссылканы жоғалтып алады. Сол үшін осыны мұқият тыңдаңыздар. Дәл осы стрелканы басасыздар да астыға қарай түсіргенде экрандамойды басып, дабай битті бассаңыздар. Ал бүгін біз залға келдік. Бір күн келмей қалғанбыз, енді бүгін келіп тұрмыз, кеш болса да. Мына жақтан Хуршет. Негізі бүгін мен особо желанием болған жоқ еді. Ал үйге келіп алып кетті ғой мені. Мына жақта тренер. Қазір бастаймыз.